Жалғастырамыз. Бәрі кірді ғой, иә. Так, жерге келдік. Дауысым естіліп тұр, иә? Все, все. Так, жалғастырамыз. Енді бізде маңызды дүние бар. Ол экранның трейдинг вьюға кірген кезде оң жақ бұрышын қарасаңыздар, осы жерде часовой пояс таңдайсыздар. Яғни бұл жерде бізде +5-ті басып Астана уақытын таңдайсыздар. Астана уақытын таңдаймыз. Осы тұру керек. Және одан кейінгі жасайтын дүниелеріміз, мыналар бізде бағалар, мына жақта былай бағаны бүйтіп жылжыта аласыздар. Ары бері, иә, свечаларды бүйтіп ашып, мен свечаны аш десем, значит былай ашасыздар. Бағаны аш десем, значит бағаны былай ашасыздар. Бағаңызды жинап фотоға түсіріңіз десем, значит былайынан жібересіздер. Осы элементарный дүниені біліп алуларыңыз керексіздер. Мына бүгінгі күнмен тұра берсін бізде. Ендігі қосатын нәрсе, всегда бізде енді сол жағымызда настройка бөлімі, оң жағымызда меню бөлімі болады, иә, барлық нәрседе, таргеттегідей деген секілді, иә. Енді осы жерден сол жақтан біз не қосамыз? Сол жақта бірінші мына стрелканың жанына барасыздар. Осы жерде стрелка дегеннің звездочка басып қоясыздар. Міндетті түрде. Одан кейін астындағы линия дегенге барасыздар да. Линия трендаң жанына звездочка басамыз. Горизонтальный линияң жанына звездочка басамыз. Горизонтальный лучтың жанына звездочка басамыз. Және вертикальный линияның жанына звездочка басамыз. Осты басып аламыз. Одан кейін екінші одан кейін мына біреу инструментке барамыз да, коррекция по Фибоначчи дегеннің жанына звездочка басамыз. Все, қалғандары керек емес. Енді одан кейін мына маркердің суреті тұр ғой, осы маркердің жанына барып, тисттің жанына звездочка басамыз, маркердің жанына звездочка басамыз, мына стрелкаға звездочка басамыз, прямоугольникке звездочка басамыз, траекторияға звездочка басамыз және окруженность дегенге звездочка басып қоямыз. Бұлардың барлығы біздің қолымыздың астында, мінекей мынандай болып тұрады. Звездочка басқандарымыздың барлығы біздің қол астымызда, яғни жұмыс жасайтын кезде қажетті инструменттер. Енді сіздерге бірінші бастап түсіндірейін сіздерге. Мынау біздегі линия тренда деген. Алдағы уақытта мен сіздермен ертеңгі болатын сабағымызда уже линияның трендтермен танысатын боламыз, иә. Жалпы маркеттің структурасымен танысатын боламыз. Маркеттің структурасында осы линия тренда бізге өте қажет, не болмасын, бізге линияларды сызу қажет болады. Мысалға, мен қабылдадым. 1 сағаттық таймфреймге қойып, осы 1 сағаттық таймфреймде немесе 4 сағаттық таймфреймге барып, линияларды сызып алуыма болады. Ол қалай? Линия тренданы аламын, неке мынау. Үстіне ақырын жақындатсаңыздар, ненің не екені көрініп тұр. Міне линия тренда. Осы линия тренданы аламын да, мысалы мына жерде бізде баға өскен, иә. Осы өскен бағаны аламын да, өстіп линияны сызып аламын. Линия тренданы сызып аламын. Получается былайынан. Яғни, мінекей, былайынан мен сызып алуыма болады, мінекей. Мынаны да былайынан сызып алуыма болады. Бұл біздің алдағы уақытта өстіп линияларды сызуымызға қажетті инструмент болып табылады. Одан кейін мынау горизонтальный линия. Міне оны алып, мына бағаның, мысалы мына қызылдың жоғарғы денесіне бүйтіп қоятын болса, мінекей осы горизонтальный линия, яғни көлденең сызық болып қойылады. иә. Одан кейін вертикальный линия, ол мінекей мен қызыл болып тұр мына жерде, бүгінгі күнді бөліп алуым үшін қажет мінекей. Соңғы свечаны немесе мына екеуінің арасын бөліп алуым үшін вертикальный линия қажет. Одан кейін мынау кисточка, осылай жазуыма болады мінекей. Мынаны былайынан көрсетем деген сияқты. Одан кейін маркер, мысалы мынау маркерді былайынан сызам. Бұл да бізге алдағы уақытта қажет болады. Және мынау бізде инструмент Фибоначчи деп аталады. Бұны алдағы уақытта сіздерге арнайы сабақ өтіп таныстыратын боламын. Себебі біз осымен өте көп жұмыс жасайтын боламыз мынаумен. Бұны сіздерге алдағы уақытта таныстыратын боламын. Пока қоқ қойыңыздар. Және мынау прямоугольник деген бар. Бұны да алып аласыздар. Алып былайынан, мінекей былайынан коробка қылып немесе былайынан көлденең қылып сызуға болады. Бұны біз как раз алдағы уақытта СНР линиялар сызамыз. Сол СНР линияларға өте бізге қажет болады. Мысалы, мына жерде бізде СНР зона бар, неге.
осыны өстіп бүйтіп қойып қоямыз, мінекей осылай қойып қоямыз. Оны біз мына жерге қоямыз. Бағамыз мына жерге дейін келген кезде мына жерден поддержка алып, мінекей жоғары көтеріліп жатыр деген сөз. Осылай қойып қоямыз. Так, қазір бір минут, қыздар. Мгм. Енді одан кейін бізде текст дегенді, кстати, ала саласыздар мына жерден. Үй тапсырмасын орындаған кезде маған осы жерден текст дегенді алып, мысалы текстті алып мына жерде жаңағы сызған линияға long позиция деген сияқты жазып маған жіберу үшін керек болады, или өздеріңіз жазып сақтап алу үшін керек. Одан кейін бізде мынау траектория деген бар. Бұлар бағаны как раз бүйтіп сызып, мінекей бір рет бассақ, одан кейін бүйтіп бір рет бассам, былайынан бір рет бассам, және баға былай көтеріледі деп бір рет бассам, осы екі рет бассам тоқтайды. Міне осылай сызу үшін бізге қажет осы нәрсе. Так, одан кейін мынау бізде стрелка, например, мен мынаны көрсетіп, мына фитильді, мысалы мынау молот деген фитиль шықты бізде. Осы молот деген фитильді бүйтіп көрсетіп қоюма болады. Мінекей молот. Мынау молот несі свечасы деп бүйтіп көрсетіп қоюма болады. Мінекей алдағы уақытта бұл да қажет болады. Және мынау окруженность деген бар. Бұл тоже бізге қажет болады СНР сабақ оқыған кезде. Бұны алып, мысалы мен мына жерге бүйтіп белгілеп қоямын. Мына жерде не осылай белгілеп қоямын. Мына жерде получается бізде СНР зона бар. Осы СНР зона бар дегендерді белгілеп қою үшін керек болады. Және горизонтальный луч тоже қажет болады. Бұл мінекей мына жаққа кетпейді да сызықтарымыз. Осы дәл қазір сызған жерден бағаға дейін барады. Мына екеуін алып мен мысалы бүйтіп сызып қоюыма болады. Баға мына жерге келген кезде мына жерден сопротивляция етіп бағамыз қайтадан құлайды деген мақсатта жазып қоюыма болады. Примерно мына жерге болады екен. Мінекей осылай сызып алуымыз үшін алдағы уақытта қажет болады. Енді қараңыздар, сіздер үй тапсырмасын орындаған кезде так, үй тапсырмасын орындаған кезде сіздер маған осындай сызықтарды сызасыздар, трендті анықтайсыздар. Былайша, например, тренд былайынан кетті, оны сызып алдыңыздар. Мінекей тапсырмаларды берем. Өстіп, например, мысал ретінде сызып алдыңыздар. Мына жерге long позиция деп жаздыңыздар, иә? Long тренд деп жазыңыздар. Өстіп тапсырманың бәрін орындағаннан кейін, бәрін сызғаннан кейін дәл осылай маған көзге көрінетіндей етіп жинайсыздар да. Мынаны былайдан істеп, мынаны жоғарыға қойып, мына жерде қарасаңыздар, мына жерде фотоның суреті тұр. Нерде? Оң жағымызда. Оң жақ бұрышымызда бізде фотоның суреті тұр. Осы оң жақ бұрыштағы фотоның суретін басатын болсаңыздар, мына сіздердің жасап атқан экрандарыңызды міне суретке түсірді. Бұны мен аламын да сіздерге, мінекей примерно былайынан етіп маған группаға жібересіздер, фотоға, үй тапсырмасы ретінде. Сонда мен сіздердің не жасап атқандарыңызды көре алатын боламын. Бұл өте маңызды. Андай телефонның бетіне түсіріп жіберудің қажеті жоқ. Скриндап, әдемілеп осылай тапсырмаларды жіберетін боласыздар. Мінекей былай көзге көрінетіндей етіп жібересіздер. Хорошо? Все, бүгінге бізде осы настройкалардың барлығын жасайсыздар. Сіздерге осы сабақтың барлығын платформаға салып беретін болам. Сабақты көресіздер. Бірінші зумдағы сабақты конспектті жасайсыздар. Міндетті түрде конспект жасайсыздар, потому что ол міндеттеледі сіздерге. Сіздер шәкірт позициясында отырғаннан кейін барлығын жазып, осылай сызып жіберетін боласыздар. Сіздерге свечамен таныстырған жоқпын. Қазір сіздерге свечаны таныстырып кетейін, бір 10 минут, иә. Жалпы біздегі осы трейдингті жұмыс жасау үшін мына свечаларды біз тануымыз керекпіз. Сіздерге қазір бір-ақ нәрсені ғана тану керек. Бүгін бірінші сабақ. Ол біздегі танитын дүниелеріңіз ол мынау. Міне, біз осы жапон свечаларымен жұмыс жасайтын боламыз. Бұны біз алдағы уақытта просто свеча деп айтамыз. Иә, ол біздегі белгілі бір уақыттағы активтің бағасының өзгергендігін көрсетеді. Мінекей, мынау свечалар. Иә, енді қараңыздар, бізде свечалар негізі екіге бөлінеді. Жасыл және қызыл болып. Жасыл свеча бұл бізде бұқа свечасы деп аталады. Қызыл свеча бізде аю свечасы деп аталады. Баға сатып алу және сатуға байланысты өседі немесе құлайды. Сатушылар азайып, иә, сатып алушылар көп болса, баға өседі. Мына асты жақтан сатушылар көп болатын болса, бізде баға өседі. Ал сатушылар көбейіп, сатып алушылар азайса, баға бізде
түседі, мынау қызыл болып түседі. мынаны қараңыздар, мынау бізде тұрған жап жасыл болып тұрған бұл біздегі денесі. мынау жіңішке таяқша болып тұрған ол таяқшаны біз фитиль деп айтамыз, немесе көп жағдайда сапля дейді, фитиль дейді, ізі деп айтады, иә. Осы фитиль деген дұрыс, негізінде фитиль деп айтамыз. Мына жердегі қызыл денесі, мына яғында екі ұзын болып тұрған таяқшасы, ол фитилі. Қазір оны біз рыноктан көретін боламыз сіздермен бірге. Мінекей қарасақ, бізде рынок осылай. Міне рынок осылай, бағаны ашқан кезде осылай ашамыз. Енді қараңыздар, мынау тұрған бізде қызыл болып тұрған, мына жердегі қызыл болып тұрған бұл біздегі несі, денесі. Иә, мынау қызыл болып тұрған денесі, мынау бізде таяқшамыз, бұл біздегі неміз фитиліміз. Фитиліміз. Бұл біздегі фитиль болып табылады. Мына жерде жасыл болып тұрған мынау кішкентай ғана денесі, мынау бізде фитиль болып табылады. Иә, бұлардың барлығы бекер емес, бұның барлығы кәдімгідей қызмет атқарады, сондықтан бұлардың барлығы бекер емес бізде. Так, біреулеріңіз дауыстарыңызды қосып, маған не түсініксіз болып жатыр, не түсінікті болып жатыр, айтып өтсеңіздер. Мадина ханым, жаңағы фундаментальный анализ дедіңіз ғой, соны сіз қай жерден көресіз? Investing.com деген сайттан көреміз. Қазір сіздерге оны түсіндіріп өтемін. Так. Басқа қандай сұрақ бар? Қазіргі мына свечаларға байланысты, трейдинг вьюға байланысты. Менде сұрақ жоқ, барлығы түсінікті. Енді мен сіздерге айтқан болатынмын, иә. Сіздерге айтқан болатынмын, бізде фундаментальный анализ бар деп. Фундаментальный анализді біз қай жерлерден көреміз? Фундаментальный анализді сіздермен бірге қазір біз көреміз. Міне, сіздер осы нәрселерді жүктеп алыңыздар. Мына жерде қазір MetaTrader 5 дегенді жүктейсіздер, Exness'ті жүктейсіздер, почталарыңызды жүктеп алыңыздар, және TradingView платформасын телефонға жүктеп алыңыздар, Investing.com'ды жүктеп алыңыздар. Және мен қазір платформа жіберем, платформаны осылай MS маркетинг деп сабақ көретінді өздеріңіздің телефондарыңыздың бетіне шығарып алыңыздар. Мына Investing.com дегеннен кіріп, енді бізде қазір белгілі соғыс болып жатыр. Оны біз жаңалықтардан да көре аламыз, иә, соғыс кезде бағаның өседі. Бұны бір оқып, күнделікті газет оқыған сияқты оқудың қажеті жоқ. Просто қай сағатта қандай жаңалықтар бар екенін біз біліп алсақ болды, және ол қандай бізге қозғалыс беріп тұрғанын біліп алсақ болды. Investing.comға кіресіздер. Осы жерде Investing.comның регистрация жасап кірген кезде мінекей еще деген батырма тұрады, сол жақ бұрышында. Осы еще деген батырманың басасыздар, календарий дегенге кіресіздер. Календарий дегенге кірсеңіздер, неде экономический календарь деп тұр. Міне мынау бізде мысалы бүгінгі күннің жаңалықтары. Мысалы таңға ашыла сап бізде 4:50-де жаңалық болған. 4:50-де бір жаңалық, 2-3 жаңалық қатарынан тұр. Я, міне ерде қарасаңыздар, оқысаңыздар да болады неке жаңалықты. Жаңалықты оқысаңыздар да болады. Бірақ мен неге мән беріңіздер деп айтқым келеді да. Мына жерде бізде жаңалықтың жанында қарасаңыздар, жаңалықтың жанында бұқалардың сурет тұр, иә. Көріп тұрсыздар ғой. Осы бұқадан 3 бұқа тұр, негізі, бірақ соның екеуі жанып тұр. Екеуі басым болып тұр. Значит, қызыл болып тұр да, мына жерде қызыл. Значит, бұл жаңалықтар рынокқа кәдімгідей әсері бар деген сөз. Өте маңызды жаңалық. Бағаны либо құлатады, либо көтереді деген сөз. Бірақ бұны жаңалыққа қарап ешкім білмейді оны. Біз де білмейміз, бүткіл трейдерлар да білмейді. Тек қана просто бізге қажет нәрсе именно міне 10:00, 15:00, 16:15, 17:50, 18:00, 18:00-де қараңыздар. 1, 2, 3 жаңалық, бірақ онда бірақ жұлдыз екен. Бірақ қана бұқаның сурет тұр. 20:00-де мысалы, 20:30-да, 20:30, 21:00-де жаңалық бар, болыпты, құлатыпты кішкене. И 21:00, 23:00-де бізде 2 жұлдызды жаңалық бар екен. Значит, осы сағаттарда, именно осы сағаттарда біз сделкаға кірмейміз. Неге кірмейміз? Потому что міне 21:00-де бізде мынау ғой примерно, да. Ана 4 сағаттықта тұр екен ғой. Мен қазір көрейін, 21:00-де бізде не істеді екен.
21:00-де қарасаңыздар, баға қандай болды екен? 20:00, міне мынау 21:00-де басталған. Получается, соңғы қазір 15 минуттық көре салайын. 15 минуттықта бізде баға жаңалық 3 жұлдызды болды ғой. Міне бағаны құлатқан. 3 жұлдызды жаңалық бізде бағаны құлатқан, кішкене болсын. Көрдіңіздер ғой, 21:00-дегі жаңалық бізде кәдімгідей нашар шығып бағаны құлатқан. Атак негізінде бұл біздегі бай зонада тұруы мүмкін. Мадина ханым, сіз негізі өзіңіз қай уақыттарда позиция ашасыз? Түске дейін. Мінекей. Бізде бағаны осы уақыттарда құлатқан. Көрдіңіздер ма? Міне 5 минут, 5 минут, міне 15 минут бойы бізде баға құлаған. Әлі де құлайын деп жатыр. Бірақ қарап тұрсақ, мына жерде бізде бай зонаға келгенбіз. 5 минуттықта қайтадан баға көтерілгісі келіп жатыр жоғарыға. Алдағы уақытта сіздермен өтетін боламын, бұның барлығын өтетін боламын. Негізгі еще сіздерге түсіндіретін нәрсем ол сессиялар бар. Қазір мынаның барын удалить етейін. Енді қараңыздар, мына жерге жазайық. Бізде негізгі трейдингта, жалпы осы именно валютада 3 негізгі уақыт бар. 3 негізгі уақыт бар. Ол Азия уақыты деп айтады. Азияның адамдары жаңағы басқаратын уақыт. Азия. Екінші бізде не? Лондон. Үшінші бізде Нью-Йорк. Н деп қоя салайын, Нью-Йорк. Бұл біздегі осы 3 бағыт, 3 уақытта бізде трейдингімізді 3 уақыттағы нелер басқарады, мемлекет басқарады. Негізі мына биржаны. 3 уақыттағы биржаны басқаратындар бар. Оны біз қалай білеміз? Неге олар басқарады? Қай сағаттан қай сағатқа дейін десек, мына жерде бізде индикатор деген бар. Осы индикатордың үстін басамыз. И мына жерге ағылшынша сессион деп жазамыз. Торговые сессии деп тұр. Осы звездочка басып қоямыз. Осының жанына индикатор, бұл бізде уақытты көрсететін екен. Сессияны бастым. Өшіре тұрайын. Мінекей қарасаңыздар, бізде 1 сағаттық таймфреймге қойайын. 1 сағаттық таймфреймге қойдым. И мына жерден қараңыздар. Мінекей. Рынок бізде мына уақытта ашылған. Және таңғы сағат 5-те басталған. Токионың уақыты Азия деп айтылады. Бұл 10:00-ге дейін. Осы уақытта негізі Азия уақытында бізге трейд жасау өте қатты мынандай волатильность болмайды да. Қатты өсіп кетіп, қатты құлап кетіп, қайтып бүйтіп, ондай болмайды. Ондай волатильностьтар аз болады. Сол себептен түске дейінгі осы Азия уақытында торговаться еткен тиімдірек. Одан кейін барып бізде сағат уже 13:00-ден бастап 20:00-ге дейін бізде Лондон уақыты басқарады. Лондон уақыты. Бұл жерде екеуінің арасында еще мынау өтіп кіріп атқан кезде тоже волатильность болатын жерде шортты берген. Қарасақ, шорт позицияны берген, құлаған баға. Бұл жерде баға құлаған. Енді мынау біздегі Азия Лондон уақыты, одан кейін кешкі уақыт, мынау біздегі 19:00-ден түнгі сағат 11:00-ге дейін бізде Нью-Йорк уақыты. Осы 3 уақыт бізді басқарады. Жалпы енді былай деп айтады, сессия уақыты көп жағдайда береді бізге ше, табысты болу үшін бізге осы уақытта. Неге біз ерте тұрып трейд жасаймыз? Потому что бізге осы уақытта береді, потом түстерде уже кіруге қажет емес, и кешкі уақытта кірудің қажет емес. Потому что типа Нью-Йорк осы күндізгі бойы тапқан табысыңды кеш уақытта волатильность жасап, олар тартып алады сенің ақшаңды ше. Сондықтан еще кешкісін адам шаршайды, эмоциональный болады, түрлі жағдайлар болады, қонақ келіп жатады, тамақ ішіп жатасың, эмоцияға басымырақ боласың, сол уақытта ақша жоғалту қаупі бар. Сондықтан осы нені қосып қойыңыздар. Ал бізге де қажет болады сессия уақыты. Мына индикатордың үстін басасыздар, сессион деп жазып, осы жерде торговые сессии дегеннің жанына звездочка басып көріп алсаңыздар болады. Бұл бір особо трейдингке
қатты бір қажет емес, но осы уақыттарда сіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, қай уақытта торговаться еткен дұрыс дегенде, мен осы Токио Азия уақытында торговаться еткен дұрыс деп айта аламын. Но күндізгі уақытта да маған жаман нәрсе бермейді. Күндізгі уақытта да трейд жасаған тоже, егер эмоцияңызға жаңалықтар болмаса, бір тыныш уақыттар болады, сол кезде торговаться еткен дұрыс. Сұрақ бар ма? Қыздар, сұрақ бар ма? Жоқ, бәрі түсінікті. жоқ, барлығы жақсы, түсінікті болды. Қазір, иә, бір минут. Так, бәрі түсінікті болса, мына сессияны қосасыздар, фучик кетіп маған суретке түсіріп жібересіздер. Мынау денесі, мынау фитилі деп өздеріңіз танып аласыздар. Мына инструменттердің барлығын қосасыздар. Теория сабақтың бәрін конспект жасайсыздар. Қыздар, конспект өте маңызды. Сіздердің білімдеріңіз үшін конспектіні мен қатты тексеретін боламын. Мен енді 6 жыл болды осы маркетинг саласында жүргеннен кейін жақсы нәтижелердің барлығы осы конспектінің арқасында шығады. Сондықтан жазамыз, сызамыз, қызылды қызылдай, жасылды жасылдай сызып, конспект жазап, маған дәптерлеріңізді, блокноттарыңызды жібересіздер. Бүгінгі сабағымыз бізде пока что осымен базалық біліммен, ертеңнен бастап сабақтарымыз қиындай түседі. Значит, ертең біз 2 зум бойы сабақ өтетін боламыз. Сондықтан